Атасымен таныстым. Оның маған деген шексіз махаббаты, ұзақ жылдар бойы соңымнан қалмай жүріп жеткізген сезімдері ақыры мені сол адаммен шаңырақ көтеруіме шешім қабылдатты. Өмір бойы гүлзар ашқан менің жаным, менің махаббатым деп еркелетіп жүрген жарымның бізді тастап, өзге әлемге бет бұрғанына да 9 жыл болыпты. 3 баламды әрі қарай қанаттандыру, аяқтандыру жалғыз өзімнің мойныма түсті. 4 жыл бұрын сырымым, анашым, рұқсат етсеңіз, отау құрсам, ұнатып жүрген қызым бар еді деп қиылып келіпті. Бір жағынан қуанып, бір жағынан қобалжып жүріп, тойын өткізіп, асыл келінімді шаңырағыма қондырдым. Аллахқа сан мың мәрте шүкір, артынан немеремді сыйға тартқан ұлым мен келініме мың алғыс мені әже атандырған. Немере тәтті болады деп естуші едім, бірақ бұндай тәтті боладынын білмеппін. Шүкір, әже болдым. Тілі шала былтырлаған балапанымды осында қабылдап, қамқор болып жүрген осы ұжымға зор алғысымды жеткізсем деймін. Кеңейтіп еліміздің керегесін, бақшамыз бұдан әрі өсе берсін. Меңгеруші Рай апай Задан қызы еңбегінің жемісін тере берсін. Әдіскер Майгүл апай әртүрлі өнеге себе берсін. Ғалия, Жанат аяулым тәрбиелеп, бөбектерге ең озық тәлім берсін. Аспаздар Әлия мен Мали Нұрқыз тағамдарың ерекше бола берсін. Медбике Шолпан апай іші бысып, бөбектері ауырмай жүре берсін. Сауапты іс расында бала қарау, жұмыстары тек алға жүре берсін. Бірінші бала бақша ұжымына тілеймін тек жақсылық аман болсын.